Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі өте дәмді болып дайындалатын рогаликидің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді және де құрғақ ашытқымызды салып, араластырып алатын боламыз. Содан соң бір ас қасық қантымызды және де 2 жұмыртқаның ақ уызын, сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң ұн елегіштен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Содан соң қамырымызды 10 бөлікке бөліп, дөңгелетіп алатын боламыз. Енді осы әрбір қамырымызды қолымызбен видеода көрсетілгендей етіп жайып шығатын боламыз. Содан соң еріп тұрған сары майымызды жағып, бірінің үстіне бірін біртіндеп қоятын боламыз. Ең үстіңгі қабатына сары майымызды жақпаймыз. Енді осы дайын болған қабатты қамырымызды 1 сағатқа тындырып қоямыз. Яғни жарты сағат тоңазытқышта, жарты сағат сыртта қойып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырды оқтаудың көмегімен 1 сантиметрдей етіп жазып шығатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығын 1 сантиметрдей етіп жазып алдық. Енді осы қамырды пышақпен кесіп шығатын боламыз. Салмасына өзіңіз қалағандай сгущенка, шоколад немесе варенье сала берсеңіздер болады. Мен Дептің сгущенкасын салған болатынмын. Енді осыны видеода көрсетілгендей етіп, формасын жасап алатын боламыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста 5 минуттай қыздырып алатын боламыз. Содан соң жұмыртқамыздың сарысын жағып, 180 градуста 35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің рогаликіміз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.